Сәлем баршаңызға. Бүгінгі видеода Google'дағы Faberlic компаниясының сайтта қалай регистрация жасаймыз, сол туралы айтатын боламын. Канал пайдалы болса, тіркеліп, лайк басып, қолдап кетуіңізді сұраймын. Ал кеттік, жұмысымызды бастайық. Ең алдымен бізге регистрация жасау үшін удостоверение личности фотосы керек болады. Және де сол жердегі данный бойынша регистрация жасаймыз. Аты жөні, туған күні, мекен-жайы, және де телефон номері қажет болады. Және де идентификационный единый номер деген бар ғой, сол керек болады. Ал кеттік. Жоғарыда тұрған человечек тұр ғой, соның үстінен басамыз. Және де осы жерден личный кабинет дегенге кіреміз. Тағы да человечекті басамыз, міне. Тағы да бастым. Осы жерден регистрация деген үшінші тұрған пунктті басасыздар. Басқан уақытта осы номер консультанта сіздің тіркеліп тұрған именно сізге өзіңізге тіркейсіз ғой. Сол себептен номер консультанта деген жерде сіздің өзіңіздің жеке номеріңіз тұруы қажет. Міне 733-979-824 деген мінекей сіздің номеріңіз. Байбусынова Аида Бюриковна деген кісіге мен регистрация жасап беремін. Фамилия деген жерге фамилиясын жазамыз, тура удостоверение бойынша ешқандай қате болмасын. Кушкарбаева, имя Айжан. Айжан, отчество Тураровна. Тураровна, дұрыс. Енді дата рождения жазамыз. Міне 25-11-76. Пол міндетті түрде женский. Мобильный телефон. Списоктан Казахстан деген таңдаймыз, номерін тереміз. 747 449 5043. Телефон номері бізге не үшін қажет? Осы номерге SMS барады, ключ барады. Осы тіркеліп тұрған Қошқарбаева Айжан деген кісінің жеке номері барады. Және де осы номерге сіздің тапсырысыңыз келген уақытта сіздің доставка келді деп хабар береді. Адрес енгіземіз. Жамбылская область, Байзакский район, Тюмекент выбрать. Улица Керімбеков, дом 47. Кодовое слово Айжан өзінің жеке аты болады. Және де иінді тіркейміз. Иінді жазып болғаннан кейін төменде тұрған сохранить деген батырманы басамыз. Мінекей біздің данныйларымыз жазылды. Және де тағы да сохранить. Тіркеп болғаннан кейін осындай қызыл болып шығады. Бұл деген сөз жаңаға тіркелген 5043 деген номерге ключ барады. Біз соны мына жерге жазып подтвердить етеміз. Регистрация прошла успешно дейді. Регистрация жасап болдық. Ары қарай осы Қошқарбаева Айжан деген кісінің жеке кабинетіне кіріп настройкиді аяқтайтын боламыз. Оны келесі видеода көрсететін боламын. Сау болыңыз.